Мемлекет қайраткері, ғалым, ағартушы, ақын, публицист, ұлттық әліппенің реформаторы, қазақ лингвистикасы мен әдебиеттануының негізін қалаушы. Ахмет Байтұрсынов 1873 жылдың 18 қаңтары күні Торғай уезіндегі Тосын болысында шаруаның отбасында дүниеге келген. Байтұрсыновтың саяси қызметі 1915 жылы басталған. Ол 14500 адам қол қойған қарғалы петициясы авторларының бірі. Петицияда жергілікті басқару, сот мәселелері көтерілген, білім беру жүйесін өзгерді. Ар-ұждан және діни наным-сенім еркіндігі, газет шығару, баспахана ашу, жаңа заңдар қабылдау. Ахмет Байтұрсынов 1909 жылдың 1 шілдесі күні тұтқындалып, автономды өзін-өзі басқару идеясын таратып, қазақ пен орыс арасында ұлт араздығын тудырды деген айыппен Семей түрмесіне қамалады. Патша билігі оны Қазақстаннан жер аудару туралы шешім қабылдайды. 1929 жылдың 2 маусымы күні Ахмет Байтұрсынов Алаш Орданың өзге де мүшелерімен бірге тұтқынға алынып, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне аттандырылады. 1930 жылдың 4 сәуірі күні контрреволюциялық іс-әрекетті жүзеге асырды. Қазақ даласында қарулы күрес ұйымдастыруға дайындық жасады деген айыппен Байтұрсынов ату жазасына кесіледі. 1931 жылдың ақпан айында үкім 10 жылдық лагерге ауыстырылып, 1932 жылдың қараша айында ол Архангельскіге 3 жылға жер аударылады. 1934 жылы Байтұрсынов мерзімінен бұрын босатылып Алматыға қайтарылады. Алайда 1937 жылдың 8 қазаны күні қайта қамауға алынып, 1938 жылдың 8 желтоқсаны күні атылады. Ахмет Байтұрсыновтың есімі 50 жыл бойы аталмады. 1988 жылы ғана оның патшалық кейін кеңестік билікпен ұлы күрес жолында қаза тапқаны белгілі болды. Ахмет Байтұрсынов алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Ғалымның есімімен аталған жаңа қазақ алфавиті кезінде барлық түркітілдес халықтар арасында жазу-сызу реформасы жүргізілген тұста жарқын үлгі ретінде қызмет етті.